Сапарғалиев Есен 1931 жылы Гурьев облысы Қызылқоға ауданы Тайсойған ауыл советіне қарасты коммуна колхозының жерінде дүниеге келген. Әкеміз қарапайым шаруаның отбасында дүниеге келген. Октябрь революциясынан кейін 1945 жылға дейін атамыз колхоз мүшесі болып, коммуна колхозында қызмет жасайды. Әкеміз 1937-38 оқу жылынан бастап Совет үкіметінің қамқорлығының арқасында Тайсойған 7 жылдық мектебінің 1-ші класына түсіп, 1944-45 жылда оқуды ойдағыдай аяқтайды. Отбасының қатты көлге көшіп баруына байланысты және Тайсойғанда 8-ші класс болмағандықтан 1945-46 оқу жылында Қаракөл орта мектебінің жатақханасына орналасып, 8-9 класын 1947 жылдың аяғына дейін оқиды. 1947-48 жылы жатақханада орын болмағандықтан және үйге алыс болуына байланысты Гурьевке барып, педучилищенің 2-ші курсына түседі. 1948-49 жылдың аяғында педучилищені толық аяқтап бітіріп шығады. Еңбек бәрін жеңбек демекші, әкеміз еңбек жолын 1949-1950 жылы аудандық Тайсойған бастауыш мектебінде 1-ші және 3-ші бастау класстарын оқытып, әрмен қарай 1950-51 жылы 2 және 5-ші сыныпқа білім нәрін береді. 1951-52 жылы аудандық оқу бөлімінің бұйрығымен Миялы 7 жылдық мектебінің 5 және 6 класстарға тарих, ботаника, география және физкультура сабақтарынан дәріс береді. 1952-53 жылы сол білім ошағында 5, 6, 7 класстарға ботаника, география, тарих, химия, конституция сабақтарына оқушыларға білім нәрімен сусындатады. Қызылқоға аудандық комитетінің бұйрығы бойынша осы мектепте 2 жыл аға пионер вожатый болып қызмет атқарады. 1952 жылы қараша айында Қызылқоға аудандық комитетінің 8-ші конференциясында көпшіліктің қалауы бойынша Қызылқоға аудандық комитетінің мектептер бөлім меңгерушісі болады. Өз білімін шыңдау мақсатында 1951-52 жылы Гурьевтегі оқытушылар институтының тіл әдебиет бөлімінде сырттай білім алады. Ленин Сталин еңбектерін өмірге жол көрсетеді деген мақсатпен осы оқу қабырғасында оқып танысады. Жылдар жылжып өтуде, әкеміз салған сара жолмен ұрпақтары әр салада қызмет етіп, түрліше тірлік кешуде. 45 жыл саналы ғұмырын ұрпақ тәрбиесіне арнаған абзал азамат, ұлағатты ұстаз, еңбек ардагері, шаңырақтың алтын діңгегі Есен Сапарғалиевтің есімі мәңгі жадымыздан өшпейді. Жыл өткен сайын жаңғырып тұра бермек. Жапырағы жайған бәйтерек, тереңге тартқан тамырым, сезбеппін әке ертерек, жаныңнан ыстық жалыным, сезбеппін әке ертерек, жаныңнан ыстық жалыным.